Дәл осыдан бір жыл бұрын, дәл осы күні, дәл осындай үлкен жүк көлігі Абай облысында Аягөз ауданында барып, сол Абай облысының барлық аудандарындағы мектептерге кітап тарту акциясын бастаған едік. Қырамыз көгінде, бармыз жерінде, болсын деп тыныштық, тәуелсіз елінде, сенің де менің де, етері тегінде, біз бармыз қорғайтын қазақтың жерінде. Қырамыз көгінде, бармыз жерінде, болсын деп тыныштық, тәуелсіз елінде, сенің де менің де. Бүгін біз Ұзынағаш маңындағы Жамбыл ауылының Жамбыл атамыздың мұражайына келіп тұрмыз. Бұл жерде ресми артық білім кітапта жобасының 2-ші маусымы басталғалы жатыр. Сүйінбай батасымен бағыт берген, жабайып айтыстағы алып керуен. Әлемдегі 44 тіл бойынша Жәкеңнің өлеңдері дәріптелген. Біреуін қаза қылмай 5 намаздың, жан емес имансыз боп табыт кенген. Жүрегімен тоқтаған бір мезетте, сағаты тұр орынын алып төрден. Жәкеңнің жалын атқан жырларынан фашистердің өздері қауіптенген. Өмірі тұнып тұрған өнеге ғой, бағасын тірісінде халық берген. Жазу сызу дегенді еу білмесе де, жазылған тарих алтын әріптермен. Артық білім кітапта жобасын қолдаған халықаралық қазақ тілі қоғамына алғыс айтамыз. Сондай-ақ 140 онлайн компаниясы, оның ішінде басшысы Жұлдызай ханымға рахметімізді айтамыз. Бүгінгі күні Жамбыл атамыздың 100 жылдығына арнап, дәл осы жерде осылай кең далада мынандай өткізіп отырған, өздеріңізбенен жүздестіріп отырған, мені шақырған, сіздермен қатарға қосқан, сол Алтын тас ұйымының басшысына да, қосшысына да ерекше ризашылығымды білдіремін. Жалын бұлдың бір шумақ өлең айтып берсеңіз. Бір шумақ, кішкене білем. Айтыңыз. Менің пірім Сүйінбай, сөз сөйленбей сыйындай, сырлы сұлу сөздері маған тартқан зейіндай. Сүйінбай деп сөйлесем сөз келеді, бұрқырап қара дауыл құйындай. Осындай бастамалардың басталып жатқанына, жобалардың болып жатқанына өте қуаныштымын, себебі өзім де кітап оқырманымын, кітап оқығанды қатты жақсы көремін. Менің ойымша барлық байлық та, бақыт та осы кітапта. Бұл жоба биыл Жамбыл атамыздың 180 жылдығына орай іске асып отыр. Сондықтан да Жамбыл облысындағы барлық 340 мектепке 17 мыңнан астам кітап таратылатын болады. Аллахым ақ жүректен шыққан дұғамды қабыл етіп, мына істеп жатырған іс шараны ұйымдастырған Тастекей жаңағы компаниясына мың шүкір, Асыл тас компаниясына Алла тағала бере берсін, бай болсын, бар болсын, еліне көмегі көп болсын. Осында жүрген азаматтардың бәрі, азаматшылардың бәріне амин деп тұрсыздар ғой. Отбасыларыңыз, ошақ қастарыңыз, жеке бастарыңыз аман болсын Алла. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, жақсы аман бере берсін Алла. Қырамыз көгінде, бармыз жерінде, болсын деп тыныштық, тәуелсіз елінде, сенің де менің де, етері тегінде, біз бармыз қорғайтын қазақтың жерінде. Қырамыз көгінде, бармыз жерінде, болсын деп тыныштық, тәуелсіз елінде, сенің де менің де, етері тегінде, біз бармыз қорғайтын қазақтың жерінде. Жегжаттарым-ай, қордайыма қонақ кеп жатқаның-ай, отта тұрған-ай, айналайын көзіңнен асыр жұмған-ай. Ұлттық кітап күніне орай біз Таразға қарай жол тартып жатырмыз. Қордайда бізді кісілер күтіп жатыр. Қош келдіңіздер Қордайымызға. Батыр да шыққан Қордайдан, ақын да шыққан Қордайдан. Білім, кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы дегендер. Сіздерге мыңда бір рахмет. Қордайдан жалында сәлем!
Меркі ауданының халқы осылай бізді күтіп жатыр. Қазір сұрайтын боламыз. Саламатсыз ба, қалайсыздар? Қош келдіңіздер Мерейлі Меркі жеріне. Сіздерді бүгін әбден күттік. Біз осы Жамбыл облысына 17 мыңнан астам кітап алып келе жатырмыз балаларға. Рахмет сіздердің Дулат Тұрсынұлының 140 компаниясына, Жұлдызай ханымға үлкен рахмет. Мерейлі Меркі жерінен жалынды сәлем! Меркінің керемет осындай қымызынан дәм татыңыздар. Ой, рахмет. Жалпы біздің жобамыз Жамбыл атамыздың 180 жылдығына арналған. Осыған орай, осы жобаға орай Меркі халқының бір арнауы бар екен, иә? Аға, айтып берсеңіз өзіңіз. Асқар тауы аспанмен таласқан, тасын түртсең, сөйлейтұғын жыр дастан. 9 жолдың торабында бұл Меркі бірлігімен ынтымағы жарасқан. Меркі еліне қош келдіңіздер. Сіздердің жобаларыңызға, кітаптың құрметіне сіздерге шағын ғана арнау болсын. Керемет. Артық білім кітапта деген абай, кітап азық кеудеде алтын сарай, жол ашатын рухани ақ арнаға, сәуле болып санаға берген арай, тектілердің таңбалы аралына, кітаппенен іс салар қамалына, құндылықты көшімен үлгі еткен шексіз алғыс асылтас қоғамына. Ұрпақ үшін ұлықты еңбегіңіз, кітаппенен мол болсын бергеніміз, бар қазақтың рухани қазынасы, сәтті болсын кітаппен керуеніңіз. Тарихпенен үндескен таң нұрымыз, кітап толы ақыл мен сандығымыз, сіздерменен бай болып ой әлемі, тұмар болар әрбірден тағдырымыз. Кітап сүйер қауым мен жүйрік талай, үлгенеге болатын жұмыр сан ой, шығыстан көш бастаған сіздер менен ұрпақ өссін шәкәрім абайлардай. Саған керемет, керемет. Едеген мықты арнау. Рахмет сіздерге. Енді осындай күшті көңіл күй сыйлап жатсыздар бізге. Осы көңіл күймен біз әрі қарай Таразға қарай жол тартайық. Біз тек қана кітап таратып қана қоймай, кітапты ары қарай оқуға деген қызығушылықты жүйелеп, оны дәстүрлі түрде жасағымыз келеді. Соған байланысты биылғы жылы Абай облысының жастарының арасында, мектеп оқушыларының арасында кітап оқу сайысы өтіп жатыр. Келесі жылы аманшылық болса, дәл сондай сайысты мүмкін биыл жылдан бастап өздеріңіздің араларыңызда, яғни Жамбыл облысы жастарының арасында өткізгіміз келеді. Абай облысындағы қолдаушы кәсіпкерлердің көмегімен бас жүлдеге автокөлік тігіліп отыр. Сіздердің араларыңыздан да кітапты құмартып, түсініп, оқып, содан алған білімді жадыларыңызға тоқып, келесі жылы автокөлік иесі атануға мүмкіндіктеріңіз бар. Мына жерде енді кітаптар саралап жатсыз, түрлі әдебиеттерді көріп жатсыз. Не байқадыңыз өзі? Қандай әдебиеттер? Енді бұл жерде көптеген жаңа әдебиеттер байқап отырмын. Ташенов және Жер майдан деген секілді, жүрекке жылулық, Стив Джобс деген секілді жаңа көп кітаптар, Бейсен және болмыс деген секілді өте әсерлі кітаптар көріп жатырмыз. Өзіміз сол кітаптың әсерімен шаршағанымызда білмей керемет жұмыстар жүріп жатыр деп айталмын. Әр қорапта осындай 50 дана әдеби кітаптар бар. Олар қазір біздің бас қоймаға жиналып жатыр рет-ретімен. Қазіргі таңда 250-ден астам қорап мына қоймамызға жиналып тұр. Мына жерде бас қоймамызда бірең-сараң қорап деп ойласаңыздар, олай емес. Артында тағы қораптар бар. Жалпы саны 340-қа жеткіземіз ғой. Бүгінгі келген 340 мектепке арналған 17 мыңнан астам кітап бұл тек қана сан емес. Сан бар, енді бізге сапа керек. Сіздердің баршаңыз осы кітаптарды шынымен қолданып, оны оқитын болсаңыздар, біз ұлтымыздың болашағына қажетті ойлайтын, халықты ойлайтын жұртты қалыптастырамыз.
қазір біз қоймаға келіп тұрмыз. 10 ауданның өкілдері, білім басқармалары келіп, өз мектептеріне, ауылдық округтеріне алып кететін болады. Әр ауданға бір 30-35 данадан қораптар кетіп жатыр. Бүгін Асылтас қорынан келіп жатқан көркем әдебиеттерді алып жатырмыз. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет айтамын. Еңбектеріңіз жаңа берсін. Кітап оқитын шәкіртіміз көбейе берсін. Рахмет. Бұл өте игі бастама, өте жақсы іс. Білімнің көзі кітапта. Біздің болашағымыз осы балалар. Соларға өте жақсы бастама болып табылады. Осымен Жамбыл облысында кітап тарату рәсімі бізде аяқталды. Келесі біз қай өңірге баруымызды қалайсыздар? Комментарийға жазып кетіңіздер. Осы орайда жан-жақты қолдау көрсеткен Жамбыл облысының әкімдігіне, барлық аппаратына, білім басқармасына, жастар өздеріңізге, ұстаздарға алғысымыз шексіз екенін айтқым келеді. Сонымен қатар, биылғы жылғы жобаның жүйелі түрде жалғасуына бірден бір тілектес әрі тірек болған қасында тұрған Жұлдызай ханымға, 140 компаниясына сіздердің алдарыңызда бүкіл халықтың алдында алғысымды айтып, бір қошемет жасап қоюды сұраймын. Енді айтайын дегенім, кітап оқитын адам, ойлайтын адам. Ойлайтын адам болашағына сапалы қадам жасайтын адам. Болашағына сапалы қадам жасап, өзін мықты тұлға жасаған жастар біздің еліміздің болашағы. Болашақ сіздердің қолдарыңызға, сәт сапар, келесі жылы көліктің иегері болыңыздар.